Selam dostlar. Sizlerle birге мен Эмат Ока. Бүгін мен жаңа сериал шығады, яғни бұл ата әжеме бардым деген сериал. Бұл бірінші сериясы, достар. Ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал мен киномды бастайын. Бір шаршап кеттім уже. Ей, тұршы тез, тұршы. Ой, не болды? Шаршатып жібердің ғой адамды. Ой. Қашан ауылға барамыз? Набалым жүр, мен бағам деп шаршап кеттім. Даже бұл ата әжесін үйреніп қалған. Может быть, ауылға барармыз? Ауыл дейсің бе? Я, ауыл. Может, барармыз ол жаққа? Жарайды, барайық. Жарайды, мен қыздарға айтып келейін онда. Қыздар, тұрыңдар. Ой, қызым, тұрғансың ба? Нашым не болды? Қазір ауылға барамыз. Заттарыңды жина, мақұл? Жарайды, мама. Жақсы. Ұлдар. Ау, мама, не болды? Ау. Біз қазір ауылға барамыз. Кейін берінде заттарыңды жинаңдар, мақұл? Я, бара беріңізші. Мына қыздар әлі ұйықтап жатыр ма? Қыздар, тұрыңдар тез, қыздар. Ау, мам, не болды? Мама, көзім көрмей жатыр. Туына, шешіні бәлемді. Қыздар, заттарыңды жинаңдар, ауылға барамыз. О, жақсы болды ғой. Заттарыңды жинаңдар бол тез. Жарайды, мам, бара беріңіз. Мен ауылға қатты барым келген. Ауыл емес, ол жақ Ақтөбе ғой. Біз Астанада тұрып жатсақ та, Ақтөбеге қатты барымыз келеді. Ол жақта біздің ата-анамыз бар. Ата әжеміз, яғни. Жарайды, заттарымызды жинайық. Жарайды, жүріңдер, ата-анамызға барайық. Жарайды. Мына 7 баламен қалай шығамыз? Ой, бәрі-бір. Бірінші міне әпкелерін кіріп кетсін. Сен былай тұра ғой, қызым. Анасы да кіріп кетсін. Не кішкентай. Сен кіріп кете ғой. Және де сен кіріп кете ғой. Сен кір. Сен. Бәріміз сыйдық па? Иә, сыйдық, бара берек пойызға. Жарайды. Ал балалар, заттарыңды орналастырып алыңдар. Қыздар енді жайғастық, түн болып қапты, тамағымызды іштік, енді жатайық, жарайды ма? Жарайды, мам. Осылайша бәрі ұйықтайды. Таң атады. Яғни бұл кез ата-әжесінің үйіне баруы болады. Таңғы той. Ой, пойыздың уақыты болған секілді. Ей, тұрыңдар, заттарымызды жинастыра берейік. Ой, мына немелер келген сияқты ғой. Ей, жандарым, келіңдер, кіріңдер. Кел. Ей, жаным, сол өз қапты ғой. Кел, кіріңдер. Динара. Келіңдер, Бибінұр, Диана, келіңдер. Ой, жандарым сол. Сендерге тамақ дайындап қойғам, айтпақшы сендерге бөлмелерді көрсетіп шығайын, сендердің бөлмелерінде. Ей, сыйдыңдар ма? Иә, сыйдық. Жарайды, жүріңдер екінші этажға. Бұл мама папаның бөлмелері. Жайғасып алыңдар. Жарайды онда. Айтпашқа манежді әкеп берем. Ой. Міне манеждерін өздерін жайғасып алыңдар. Міне балалар, босындардың бөлмелерін өздерін жайғасып алыңдар. Мақұл ма? Иә. Жарайды, мен кеттім онда. Бармыз, бір бөлмеде жатамыз ба не? Да, енді қай бөлмеде жатсын, түсіндерші, ауыр болмай екеу. Заттарымызды жайғастыра берек енді. Онда біз ұйықтай берек. Ой, күтіңдер, біз де ұйықтаймыз. Пустой квадрат и тут цвет. Айтып жүр ғой. Тұр, мына жерге бір адамды ғана секілді ғой. Онда қазір саған тағы манеж әкеп береміз. Не, ұйқың келсе осыған жаты, мақұл ма? Иә, өте нормально. Жарайды, енді жата тұрайын, сен мамаға затын әкеп бере бер. Бір өмірмен ғой барлығы. Ана кіші кенже ұл деген сол мен ғой. Не, мама сіздердің жаңа нені қап кетіпті ғой, чемодандарын. Бәсе таппай атайын, рахмет. Жарайды, оқыс жоқ.
Негізі, ой, Наким қалып кетті ғой. Ой. Негізі ауыл деген керемет екен, шынымен айтсақ, иә? Иә, керемет қой. Ана, бірінші этажға барып келейік. Бала ше. Ой, иә. Ұмжыттыз, босқа жоқ қаласын. Жүр кеттік онда. Жүзіңдер барлықтарын тамаққа шақырып жатыр. Мәжена тамақтарын бәрін өзіңіз пісірдіңіз бе? Иә, жеңдер. Мен жемей өздерінің жейбенді бәрін ішіп алғам. Сөйтіп олар бақытты да баянды ғұмыр кешіпті.